Бай ер адам кенеттен әйелінің ойларын ести алатын қабілетке ие болды. Жұмысқа кеткелі жатқанда, ол әйелінің түсте ең жақын құрбысының кешіне баруды ойлап жүргенін естіді. Құрбысы көп әдемі жігіттерді шақырғандықтан, ол өте ашық көйлек киюді жоспарлаған еді. Мұны естіген ер адам бірден ашуын жасыра алмады. Ол дереу жүргізушісіне көлікті әйелінің қасына тоқтатуды бұйырды да, өзіне оның қолымен дайындалған тамақты түсте кеңсесіне әкелуін сұрады. Әйел аң-таң болып амалсыз келісті де, құрбысына бара алмайтынын айтты. Түсте ол тамақты юайының кеңсесіне әкелді. Іштей күйеуін жамандап, кеш жоспарын бұзғаны үшін ренжіп тұрды. Ол оған таяқшаларды ұсынып, қуырылған жұмыртқадан дәм татып көруін өтінді. Ер адам түсте бергенде, әйелінің оған тым көп тұз қосқанын ойлап тұрғанын естіді. Сол сәтте жұмыртқаны орнына қойып, әйелінің тәрелкесіндегі стейкті жегісі келетінін айтты. Әйел амалсыз келісіп, бірақ ол стейкке әдейі өте көп ащы бұрыш қосқан еді. Ер адам бір түстегеннен кейін қатты жөтеле бастады. Әйел сырттай алаңдап тұрғандай көрінгенімен, іштей қатты қуанып тұрды. Осыдан кейін ер адам оның дайындаған ештеңесін жеуге қорқып, енді тамақ әзірлеудің қажеті жоқ екенін айтты. Әйел оны тағы да мазақ ету мүмкіндігін жоғалтқысы келмей, бұл өзінің міндеті екенін айтты. Бірақ ер адам оның тамағы өте нашар екенін түске айтты. Кейін ол компанияның қатты бос емес екенін, жиі кешке дейін жұмыс істейтінін және оның тыныштығын бұзбау үшін бөлек бөлмеде ұйықтауды ұсынды. Әйел бірден қарсы болды, өйткені жалғыз ұйықтағысы келмеді. Шын мәнінде, олардың некесі махаббатсыз іскерлік неке болатын. Бір жыл өтсе де, күйеуі оған әлі де суық әрі немқұрайлы еді. Әйел тек ол ұйықтап қалған кезде ғана оның бұлшық еттеріне қолын тигізіп, ішкі сағынышын басатын. Оның осы ойларын естіген ер адам бөлек ұйықтауға бұрынғыдан да қатты бекінді. Мұны тоқтатқысы келген әйел енесіне бәрін айтып берді. Күткендей, анасы бұған қатты наразы болды да, ұлына әйелінен бөлек жатпауын бұйырды. Ол барлық құрбыларының немерелері бар екенін, ал өзінің әлі немересіз жүргенін айтты. Бірақ ер адам компания дәл қазір маңызды даму кезеңінде екенін және алдағы 3 жылда бала сүйгісі келмейтінін жеткізді. Мұны естіген анасы одан сайын ашуланды. Ол күйеуінің әкесі де тек ақша табуды ойлап, отбасын елемегенін айтты. Тіпті ұлының көңілдесі бар ма деп күдіктене бастады. Өйткені ол әйеліне тым суық қарайтын еді. Анасының күдігін тоқтату үшін ер адам бөлек бөлмеге көшпеуге келісуге мәжбүр болды. Сол түні әйел оған үмітпен қарады. Өзін ыңғайсыз сезінген ер адам жарықты өшіріп, ұйықтауға дайындалды. Бірақ әйел оның тартымды денесін тамашалағысы келіп, жарық сөндіргішті әдейі бұзып қойған еді. Ол күйеуінен өзін сүюін сұрады. Өйткені бір жылдық некеде олар әлі бір рет сүйіспеген болатын. Ер адам бас тартқысы келді. Бірақ әйелінің үмітке толы жанарын көргенде алғаш рет